Бұқпасыз, боямасыз болмас. Бұл астарлы ақиқат сіздермен бірге Дина Төлепберген. Бүгін біз қоғамда қызу талқыға түсіп жатқан даудың соңғы нүктесін қоймақпыз. Экранға назар аударсаңыз. Марат Омаровтың немересі ме? Түркістандық Кәмшат Таубай атақты әншінің ұлынан қызды болғанын айтып, астарлы ақиқатқа келген еді. Сөзіне сенсек, құрсақ көтерген соң, сүйемін, күйемін деген Азамат Омаров ізім ғайым жоғалып кеткен. Жасана әкесіне көзайымның оның перзенті екенін дәлелдегісі келеді. Бағдарлама барысында сәбиден ДНК сынамасы алынды. Сонымен біздің қолымызда көзайымның сілекей сынамасы бар. Істің анық-қанығына жету үшін Азамат Омаровтың үлгісі керек. Біз қаршадай қыздың өміріне Марат Омаровтың араласатынына сенгіміз келеді. Бұл оқиға қоғамдық талқылауға түскеннен кейін бе, әлде шындақ жауапкершілікті сезінді ме? Әйтеуір Азамат Омаров көп күттірген жоқ. Бағдарламадан соң араға бірнеше күн салып, редакцияға хабарласты. Сілекей сынамасын беруге келісіп, лабораторияға өзі келді. Бұл сараптама 5 күнде дайын болады. 5 жұмыс күндері. Тап қазір студиямызға Қазақ эстрадасының жұлдызы Азаматтың туған әпкесі Зарина Омарованы шақырамын. Зарина, қош келіпсің. Тап осы студияда, тап осындай жағдайға байланысты екеуміз кезігеміз деп кім ойлапты? Өкінішке қарай, бүгін біз әдеттегідей өзіңмен музыка немесе өнер, шығармашылық жөнінде әңгімелеспейміз. Бүгін біз тікелей сенің отбасыңа қатысты Азамат туралы және өзің туралы әңгіме өрбітпекпіз. Тақырыбымызды бастамас бұрын өзіңе бір-екі сұрақ қойғым келіп отыр. Өйткені бізге белгілісі, жалпы қалың көрермендерге белгілісі, эстрададан бір жолата кетіп қалдың. Ол сенің әлеуметтік статусыңның өзгеруіне байланысты болды ғой, қанша баланың анасысың? Құдайға шүкір. 2 баланың анасымын, жолдасым, 13 жыл отау құрып келе жатырмыз. Кішкентай малар? Жоқ, өсіп қалды балаларым. Өскеннен кейін сахнаға шықтым, енді жолдасым өзі шығарды шынымен де. Керемет. Жолдасыңыз, яғни балалардың әкесі өзінің балаларына жақын ба? Жақын, өте жақын. Өте еркелетеді балаларын. Енді өзі сондай бала жан жолдасым. Енді ана ретінде Зарина өзіңнен сұрағым келіп тұр. Қалай ойлайсың, егер әкесі еркелетпек түгіл, ойнатпақ түгіл, тіпті мойындамаса, ол қалай? Дұрыс қоймадыңыз сұрақты, Дина. Сіз негізінде маған басқаша айтып тұрсыз бұл оқиғаны. Менің көзқарасым бұл оқиға басқаша. Бұл оқиғада ең бастысы 2 жас бір-бірін сүйіп қосылады. О баста, менің өзімнің жанұямдағыдай. О баста бір-бірін өте қатты жақсы көріп қосылады. Одан үлкен махаббаттан сәби туылады. Дұрыс емес пе? Сосын барып, бұны осы кезде ғана әке, ана, кішкентай сәби деп айтуға болады. Мен сіздің жауабыңызды қабылдаймын. Қазір экранға назар аударсақ, өйткені дәл осы студияға бірнеше апта бұрын келген Кәмшат Таубай бізге мүлдем басқаша ақпарат берген болатын. Шет жүрсем сағынарым, сағынсам табынарым, анашым бір өзімсің, табынарым. Анашым шалқып көлесен, алдымда ұзақ жүрсен. Оның әніне оның немересін тербетіп отырмын дейді Кәмшат Таубай. Жасананың айтуынша, кішкентай көзайымның әкесі Азамат Омаров, яғни танымал композитор Марат Омаровтың ұлы. Әпкем жаңа осындай сен аяғың ауыр дегесін мен Азаматқа жаздым WhatsApp-тан. Азамат, мен осындай аяғым ауыр, сізде мен не істесем болады десем, ол мүмкін емес, мен ол ұрғы өлтіретін дәрі ішіп алдым, ол мүмкін емес деді. Одан кейін жауап бермей қойды. Қанша нәрсе жаздым. Кішкентай көзайым қазір бірде анасына еркелеп былдырлап сөйлеуге ұмтылады. Сұрақы сол, қызының тәтті қылықтарын қызықтауға әкесі асығатын емес. Әнші атасы да төбе көрсетпепті. Алғашқы махаббат
жүректі тербейді, мәңгілік бақ болса, қоштасқым келмейді. Зарина, жалпы осы ақпарат таралғаннан кейін Азаматпен сөйлестің бе? Шынымен айтайын, бүкіл жанұямызбен бір шокта болдық. Бәрімізге бір, білмеймін енді, суық суды құйып тастағандай болды үстімізге. Сосын, әрине дереу мен Азаматқа хабарластым. Азамат, не деп жатыр? Бұл қандай жағдай? Бұл не болды деп жаңағы. Өте жаңағы енді қорқып, шошып, ондай сыртынан ондай әңгіме мүлдем болмайтын жігіт тұғын. Не болып қалды деп жаңа өзім сұрадым. Азаматтың түсіндіргені маған рас сияқты болды. Неге екенін білем, өйткені мен өзімнің інімді өте жақсы білем. Ол жаңағы бекерден бекер біреуге жаңағы мен сені күйем, сүйем деп жаңағы айтып, уәде беріп, жаңағы бостан босқа етіп істемейді. Ал іні ретінде ол қандай уәде берсе, мәселен, өдесінде тұрып, сені әпке ретінде, мынау мектептік кез болсын, студенттік кез болсын, үнемі саған бір қорғап, қолдау көрсететін еді? Әрине, ол менің інім емес, ағам да ретінде болатын. Өйткені енді қалай біз енді қыз бала болғаннан кейін, үйде 2 қыз бала болғаннан кейін, ініміз енді өзі жаңағы карате, таэквондомен айналысады ғой кішкентай кезінен бастап. Өзі жаңағы құлшынып, жаңағы менің сестраларыма кім не істейді деп, жаңағы кім көзқарас қарайды деп жаңағы сөйтіп шығатын. Ол өте сондай қамқоршы, сондай енді өзімдің, білмеймін, өзіміздің енді алақанымызға салып отқан кішкентай кенже інім, енді шынымен де айтқанда да. Жағдайды сонда Азамат қалай түсіндірді енді? Не деп айтты ол? 3 рет көрдім деді өмірімде. 1 рет туған күнге бардым деді. 2-ші рет Байдосқа бардым. Қонаққа сол жерде үй сыпырып, жаңа шай жинап жүрді деді. Сосын тағы 1 рет бардым. Бұлай сыртынан ғана көрдім. Сіз деп жүретін жаңағы енді Байдостың қарындасы деп сөйтіп қарсы алатынбыз. Көретін деп айтты. Сосын жаңағы 1 рет туған күнге барғанда бәріміз отырып, жаңағы сол жерде ән айтып, сөйтіп отырып, жақсылап не істедік. Ішімдік ішілген ғой. Әрине енді жас болғаннан кейін ішімдік ішіледі. Енді бір жағынан менің жасты демекші, қазіргі таңда Азаматтың жасы нешеде сонда? Қазір жасы 35-те. Енді ең басы мен айтарым, ол үлкен ер азамат. Отау құрып қойған, бала шағасы бар. Зарина, оның отбасы туралы бізге толығырақ айтып берші, өйткені шын мәнінде ол туралы біз ешқандай ақпаратты білген жоқпыз. Осы студиядағы келген Камшаттың сөзіне сүйенетін болсақ, ол кезде ол мен ажырасқанмын, басым бос деген екен. Енді отбасы болғанда отбасы бар, 2 бала шағасы бар. Бірақ енді әртүрлі жағдайлар болады отбасында. Ұрсып қалады, кебіс не істеп қалады, бірақ ондай отбасы бар. Келінді сен білесің? Әрине. Келінмен қарым-қатынасын жақсы, құрметтейсің оны. Иә. Ол осы жағдайдың болып жатқан білетін шығар, естіген шығар. Бәрін біледі, бәрін жақсы түсінеді. Жанында ма? Мен сені қолдаймын, қорғаймын деп жатыр ма? Әрине қолдайды, әрине жанында. Мен қазір інімді жақтап жатқырған жоқпын. 2 жақты да дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде қыз кішкене артын ойлау керек. Болашағын ойлау керек. Үйіндегі ата-анасын ойлау керек. Туған туысқандарын ойлау керек. Бәріміз де қыз өсіріп келе жатырмыз. Мен асылға айтпай қояйын. Бірақ енді Құдай сақтасын. Бірақ қыз ең бірінші баспен ойлау керек. Зарина жай қыз емес, халықтың қызы. Әкесі бар, аты дардай. Сондықтан да енді әдемі сөйлейді, әдемі отырады, әдемі көйлегі секілді, бәрін әдемі қылып көрсетеді. Ол дұрыс. Қазір енді айтып отырсың ғой, шырылдап, бауырыңды жақтап, қыздың өзі кінәлі. Дұрыс, ол үлкен. Мен қыздың мүлдем қыз жоқ. Кешіріңіз, мен 2 жақты да кінәлі деп отырмын. Оқиға болып кетті, факты қолымызда тұр. Ана қыз жылап отыр. Ол қай бір қулығы бар қыз деп ойлайсың? Мен адамның... Ол 20-дағы қызда қулық жоқ, ол бізде қулық бар, 40-тан асып кеткен. Біз қақпаспыз уже. Анада қулық жоқ қой. Ол байқұсқа жылы сөзді айтты, керемет жігітті көрді, үлкен қала, ананың бой-сойы келісіп тұр. Омардың баласы екенін біліп тұр. Оны жоспарлады деп ойламаймын. Біздің қыз болып шығатын болса, әрине қуана-қуана қарсы аламыз. Шынымен де. Сен өзің бауырым сіңлім деп қабылдайсың ғой? Әрине қабылдаймын. Неге мен қабылдамаймын? Қуана-қуана қарсы аламыз. Зарина, енді мен өзімнің тәжірибеме сүйеніп айтайын, өйткені Астарлы Ақиқаттың тарихына 10 жыл шын. Осы бағдарламаға
былай мақтану үшін, сүйінші сұрау үшін келетіндер өте аз. Тығырыққа тірелген кезде, мынау шыдамы шамына жеткен кезде, басқа амал жоқ болған кезде келет негізі адамдар. Дұрыс айтасыз, дұрыс Мен айтасыз. шын айтқан кезде Кәмшат және оның отбасын солай түсіндім. Және менің түсінбей тұрғаным, сенің қоғамға ашық бола тұра, Кәмшаттың әпкесінің айтуынша талай хабарластым дейді, бірақ жауап болған жоқ. Былайша айтқанда игнор. Сіз Сонда өзіңіз түсініңізші, қалай? біз өз-өзімізге Әлде жауыз ба? хабарласпаған ба, әлде саған жала жауып жатыр ма? Түсіндіріп берші маған мен. Менің көмекшіме хабарласыпты. Менің көмекшімнен кейін сұрадым. Кейін, сіздердің жарнамаларыңыз шыққаннан кейін. Көмекшім айтады, я мен сізге звондап айттым ғой деді. Не деп айттың? Мен сол кезде түсінбей қалдым дедім. Енді біз халықтың адамы болғаннан кейін менің көмекшіме неше түрлі адамдар звондап жатады. Менің інім ондай екен деп, енді қандай адам өзінің бауырын жаңағы сондайға қияды, иә? Біз сондай жаманшылыққа. Ой, құрсын айта береді ондай деп, жаңағы өзім сондай бір неде болдым. Ал енді жарнама шыққаннан кейін бір шынын айтайын, бір шокта болдық бәріміз. Кәмшат Таубайдың ақиқатын білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қызыма тегін берсін. Кәмшат Таубайдың талабы осындай. Айтуынша, Марат Омаровтың ұлы алдап кеткенімен қоймай, 1 жастағы қызын мойындағысы келмейді. Алайда Азамат Омаров тағылған айыпты теріске шығарып отыр. Кімдікі ақиқат? Астарын ақтарайық. Саған тікелей хабарластым деген Ұлжан, яғни Кәмшаттың туған әпкесі. Маған тікелей хабарласты. Біздің студиямызға бүгін келіп отыр. Ұлжанды қарсы алайық. Ұлжан, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Осыдан бірнеше апта бұрын редакциямызға келген кезіңізде, бізге хабарласқан кезіңізде, мынау Заринаға, тікелей хабарластым. Бірақ жауап болған жоқ дедіңіз. Рас па? Қазір Зарина шын айтқан кезде сол ақпаратты теріске шығарып отыр. Тікелей хабарласқан жоқпын. Инстаграмнан жаздым бұл кісіге. Даже алдың жылда жазғаным маған. Менің Мен ойладым андай Инстаграмда қанша адам дайректке қарамайтын шығар деп. Сосын жеке несінің Гүлшахра деген көмекшісі бар екен. Соған мен кірінді жаздым. Сізден өтініш. Бұл не ойнайтын не емессіз. Шын не Ойнайтын жағдай маған емес номерін екен. бересіз ба дедім. Жоқ, мен саған бере алмаймын. Ол кісі қазір Астанада. Сен 5-ші күнге дейін хабар күт деді маған. 5-ші күн ол кісі Алматыға съемкаға келеді деді. Жарайды деп мен қойдым, сөйтіп бір 20 минутта маған ответ келді. Өз проблемаларыңызды өздеріңіз шешіп алыңыздар деді. Мен Ол басқа жауапты кім жазыпты? Көмекшісі ма? Көмекшісі жазды, иә? Өзіңіз шешіп алыңыз деп. Иә, өздеріңіз шешіп алыңыздар деді. Мен бұл сөзді кім айтты деп ем? Енді өз мәселелеріңіз ғой, мен ондай нәрсені айта алмаймын. Ол кісіге Негізі менің көмекшім жеке өмірімізге мүлдем қатысы жоқ. Мен айтам, неше түрлі адамдар көп нәрсені жазып жазады. Енді халықтың адамы болғаннан кейін тек қана жұмыс бабымен сөйлеседі. Шынымен де. Енді неше түрлі информация келіп жатады. Бүйтіп жатыр. Енді адамдар алдап та шақырып алып, жаңағы көру үшін, кездесу үшін мүмкін. Ал Азамат ше? Азаматтың тікелей өзіне хабарластыңыздар ма? Мен Азаматқа даже сіңілімнің аяғы 2 қабат болған кезде де жазғанмын. Ол менде сақтаулы бәрі. Яғни шамамен 2 жыл бұрын. Адам да ойлайды ғой, маған мынау кім маған Кәмшат деген аяғы ауыр деп жатыр. Мен оған жаман сөзде жаздым. Не деп жаздым? Неужели маған ответ қайтармайды? Ответ қайтармай, неге мен черныйға тығып тастайды? Бізде ойлаймыз ғой, біреу келсе, мынау кім ол менен 2 қабат деп жатыр деп звондап бір жауап беру керек қой. Мені тығып тастайды, бар Инстаграмда неше номер ауыстырдым 2 жылдың ішінде. Значит, тығып тастайды, өзінің кінәсі боласын тығып тастайды черныйға мені. Мен неше түрлі оған ауыр сөздер жаздым. Неужели сол ауыр сөздерге маған ответ қайтара алмайды? Сонда біз не істеуіміз керек басқа? Сонда сен жазасың, ол үн-түнсіз. Үн-түнсіз еще 3 рет кездестім депті. 4 ай кездескен, олар даже 5 ай. Менің сіңілім апрель аяғында, 27-лерінде аяғында 2 қабат екенін біліп, ауылға қайтып кетеді. Енді январдың 15-іне, 11-іне туған күн болады. Апрельге дейін есептеңіздер, қанша ай болады? 4 ай кездесіп жүрген. Қалай кездесіп жүрді? 3 ай ол тиіспеген Азамат. 3 ай мен сені тиіспейін. Жәле неңді, ала неңді аттамайын деп тиіспей жүр. 4-ші ай ол тиіскен. 2 қабат екен білгенде жоқ болып кеткен сол ия. Демек білген ғой.
сонда ол екі қабат қылып тастап кетуге бұлар не жұлдыз деп бәрін неге қойшыма қарау керек па? Бұл шын айтқан кезде әпкесінің жан айқайы. Зарина қалай өзінің інісін қорғап жатса, бұл жерде Ұлжан да өзінің кішкентай ғана сіңлісін қорғап жатыр. Маған не шыққаннан кейін менің балам бір-ақ рет кездескен деп, әпкесі жазады, пост жазады, 3-ақ рет кездескен деп, өзі звондайды бағдарламадан кейін. Мен сені бірінші рет естіп тұрмын, бірінші рет мен сені танымаймын деп. Сонда өтірікті де ұйқастырып айтсаңыздаршы. Өтірікті де ұйқастырып айтсаңыздаршы. Еще мен Камчат жазды, айтты. Мен қорыққанымнан жайлы өтірік айттым деп. Ол кімнен қорқады? Кімнен қорқады ол? Байқамай, қалай айтсам болады, қатынас болады, Жоқ, қалай ойланбаған. байқамайсың сен? Сен төсекке жатасың, шешінесің, бір сезім көрсің. Қалай байқамай ол? Ол тиіп кететін зат емес қой. Жоқ, енді болады ғой біреу жаңағы спиртной напитоктың әсерімен барады, мысалға, ертесіне білмей қалатын жағдайлар болады. Білмей қалатын жағдайлар болады ма? Еркектер таңертең оянған кезде болды ма, Ой, не болмады істеп ма? қойдың түнімен білмей қалып. Енді қатты ішкен кезде ол әркімнің организмі әрқалай спиртной напитокты қабылдайды ғой. Осындай кезде қыз басына өте үлкен жауапкершілік алу керек деп есептеймін. Бәріміз қыз тәрбиелеп Ол отырмыз. төсектес болмай тұрып, жауапкер алу керек қой. Бүкіл әлем бойынша қазір керісінше ұрықтың сапасын, санын көтеру үшін қазір неше түрлі дәрігерлер дәрмек шығарып жатыр. Ұрықтың енді азайтатын дәрі деген былай айтқанда қазір ол жоқ болғанда да ол өтпейді, ол шығарған компания үшін не выгодно былай айтқанда. Енді 20-дағы ауылдан келген қызға ел сөйтіп айта салуға болады, Мынаны қараңыздар. Бірақ енді екінші не жағы бар. Мысалға спортпен айналысатын жігіттер, мысалға бодибилдермен айналысатын жігіттер анаболиктер салады. Денесінің массасын шығару үшін. Ол препараттың кері әсері ұрықтың санын, сапасын төмендетеді. Зарина, азаматтың бойынан осындай қасиеттерді байқадыңыз ба? Мүмкін бе шын мәнінде сондай дәрілерді ішуі? Ол Байдосқа айтқан, мен тудан не қаншал деп, ол записі менде бар. Сол еркек болса айтуға бола ма? 34 жастағы еркек екен ал. Жоқ, бұндай Кешіріңіздер, осы оқиғада біз білмейтін тағы да бір тарап бар екен. Оның есімі Байдос деп жатырмыз, иә? Байдос дегеніміз сол... Соның әйелінің туған күнде болған жағдай. Яғни екі жастарды таныстырған делдал болып тұр ғой, былайша айтқанда. Сол, иә. Делдал немесе Байдостың әйелі екеуі кінәлі болған. Ендеше Байдосты студиямызға шақырайықшы. Өзіне қоятын сұрақтарымыз өте көп. Байдос мырза, Үйінде аманаттаған қыз не болып жатыр біледі. азаматтың студиясына шықсаңыз. Байдос, Жақсы жігіт екен Байдос. бәріміз үшін жұмбақ болған жігіт сіз екенсіз ғой. Ал, әңгімеңізді бастаңыз. Мен азаматтың досымын, Байдос. Біз бала кезден бірге өскенбіз, осы Алматыға келгенде. Бірақ сіз Ұлжанды да танитын болып тұрсыз. Жоқ, енді бұл Ұлжан Динараның подружкасы ғой, группаласы ғой. Динара дегеніміз Келіншегім мен. сіздің әйеліңіз болып тұр. Сіз былайша айтқанда бейтарапсыз ғой. Ана жақты да білесіз, мына жақты да Бұл білесіз. менің шындап келгенде қалада өзім жұмыс осында тұрдым, кейін бұл подружкасымен сөйлеседі. Сөйтіп арада бір подружкам келем дейді, осы Алматыға десек, кел дедім мен, келсін, үйде тұрды. Бізге Ұлжан сіздің аудио жазбаңызды берген болатын. Иә, Ол аудио берді. жазбада сіз азаматқа қатысты көптеген ақпараттар беріпсіз. Қазір бірге тыңдайықшы. Білмеймін ғой соны. Ол негізі бар ғой. Жұмыс істеп жатырмын, бір нәрсе дейді. Бірақ өткенде Алматыда маған келер кезде жолға тиім болмай тұр, ака бір брачка келеді. Сонымен бірге жетіп алам сенің үй жағыңа. Болмаса, мен айттым, болмаса индрайвер заказ бере бер. Мен келген соң күтіп алам ғой деп. Сөйткенім жоқ, өзім барам ғой деп, әйтеуір сөйтіп келді ғой сол кезде. Білмеймін ғой. Ол да лоходронға тығып, әбден паханның довересінен шығып кеткен ғой. Нәрсені тығып тастаған ғой. Последний модель 221 мерс болған, оны салып жіберді. Астанада жерлер болған, оны сатып салып жіберді. Сондай нәрсені құртқан ғой. Сөйтіп жүр ғой. Қазір ойнамайтын болдым, бір бәле дейді, білмеймін. Бұл жерде айтылғаным, мұнда Ұлжан менен сұрайтын да, азаматқа айтшы, осындай көмек берсін, памперсі бар, сүті бар деп.
Сосын мен өзімнен де тиын сұрайтын, сосын отмазка қылып айтқаным мен бұл. Бұл бұның бәрі өтірік болып тұр. Айтатын Мен өтірік кешірім- дұрыс деп Кешіріңіз, осы тұста нақтылық енгізейік. Сіз азаматқа ақпаратты жеткіздіңіз бе? Оның ешқандай 2 жыл болды айтып келе жатқаныма күдікті бұған. деген қызының дүниеге келген жөнінде. Мен о баста мен қарындасым ретінде таныстырғам азаматты оған. Сосын ол екі арада екеуміз де ондай ұяламыз да бір әңгіме айтты. Ол менің қарындасым дегеннен кейін ол андай лишний әңгіме айтылмайды. Мен айтқан жоқпын шындап келгенде. 2 жыл бойы айтқан жоқпын. Не өздері прямой Азаматқа айтпайды. көзайымның дүниеге келгені жөнінде айтқан жоқсыз. Маған не өздеріне айтпайды мен неменеге маған айтады, өздеріне айтпаймын. Черный атқызса саған айтпай кімге айтамыз? Сен ғой танысу. Сен өзің ғой таныстырып айтпайсың ба? отқан туған күнде. Жоқ, маған мақұл бүйтші. Байдус жүрші Бұл мен ана бағдарлама үйіне. шыққаннан кейін біздің үйге келеді, азамат бұған миллион мәрте звондайды. Байдос, Балконға маған шығып айтшы, сөйлеседі, мен азамат- естимін. Неге Азамат- маған өйтіп айттың сен? Азамат лохотрон, 4 ай зачем ол кездесті ма? жерде деп. Жоқ, бұнда өтірік көп. бұнда, Азамат айтатын 4 ай болса. кездесті ма? 4 ай кездескен жоқ бұл. Бұл айтты, если бағдарлама болса, мен азаматтың сөзін сөйлеймін деді. Осы 1,5 ай бұрын екеуміз әңгіме қылды, маған келді. Маған осындай бір қыз жазып жатыр. Ұқсайды деген былай қарасаң. Бірақ ол кім деді ме? Иә, Осындай қыз саған- емес, Камшат жазып жатыр, Камшат. апаршы деген ғой. Маған солай айттың ғой, записьте тұр ғой. Менде Енді сен записің бар ғой, күтпедің неге енді, сен сөйлеп бардың да тұрсың? мынандай қылып. Неге Сен маған күтпеймін? айтпайсың ба? 2 жылда Жүрші. келмеген адам енді мартта келе ма? Сен Мартта келе ма, 2 жылда келген Динара адам? саған Динара айтыпты, Камшатқа. Жүр, Оны мамасына да ертіп сен барам айтқан деп. жоқсың, Динара айтты, Динара оны да айтты. сенен сұрап Динара- саған жазамыз. Бұл вообще Жоқ, ответ бұл жерде қайтармайды былай бізге. Байдос, енді қарап тұршы. Ұлжан, сенің әйеліңнің құрбысы. Иә. Бірінші құдайға, екінші саған сен келді. Үйіңе адам секілді жатқыздың. Кеңдігіңді көрсеттің. Ана қызда ізінен еріп келді әпкесінің. Дұрыс па? Енді сенің үйіне келгеннен соң аманат ол саған. Айналайын. Сен 2 жыл айтқан жоқпын, 1,5 жыл айтқан жоқпын, 1,5 ай айтқан жоқпын деп құтыла алмайсың. Өйткені сенің үйіңе түнеп, сенің үйінен тамақ ішіп, сенің отбасыңда мүше болып отырған адамдар ғой, сондықтан да сен жауапкершілік нетуің керек. Қалай сен азаматқа айтпайсың? Ұлжан айтқаннан кейін сен шырылып азаматқа жүгіріп баруың керек. Менің үйімдегі аманатта отырған қызды сен сөйтіп қойыпсың, бүлдіріп қойыпсың деп. Қарындасыңды біреу ұрып кетсе, қарындасыңды көшеде Соны біреу зорлап кетсе, сен тып-тыныш ұйықтап жата аласың ба? Соны айтам. Сен міне өзіңнің аузыңнан шыққан сөзің. Қарындасым деп отыр, Сен қарындасым дейсің. деп отыр. Жарайды, міне сен жарайды, сен онымен бар төсектес болдың ба? Сен оны бала жасадың ба деп сұрауға сен ұялған шығарсың. Но саған келіп хабар жетті ғой. Сенің үйіңдегі қыз, сенің қарындасың деп жүрген қыздың аяғы ауыр. Аяғы ауырды ғой, бұл бала босанды. Телефонын ала алмай жатырмыз. Өткенде шешесі осы жерде көзінен қаны сорғалап тұрып айтты. Марат ағаның өзіне звондағанымда бұндай сөзбен маған хабарласпа деп айтты. Заринаға звондағанда көмекшісі айтам деді. 20 минуттан кейін ана жақпен хабарласты ма? Өз мәселелеріңді өздерің шешіңдер деп айтты дейді. Бұның бәрі жаңа Дина ханым дұрыс айтты. Тығырыққа тығылғаннан кейін амал жоқтан келіп отыр. Егер бұл қылмыстық іс болса, сені жауапқа тартар еді. 5 жылға дейін бас бостандығынан айырыласың. Сенің аудио жазбаңда азаматтың құмар ойынға салынған туралы айтылды. Зарина, бұл рас па? Өмір ойнамаған Қазіргі таңда оның 221 мәрсі болған деседі. Қазір жоқ, ойынға салып жіберді деген ақпарат атылды. Байдос, ол сенің сөзің, мен қазір айтып тұрғаным. Зарина, не айта аласыз, жауап бере аласыз ба? Мәрсі болды, бірақ ең соңғы маркасы болды. Оны бір жаққа не істеп жіберді, ондай мүлдем болған жоқ, оны сатып жіберді. Байдостың бұл іске шынымен қатысы бар ма? Көзайын Омарова бола ала ма? Азамат Омаровтың алдауына түсіп, арандап қалдым деген Камшат Таубай Астарлахаттан көмек сұраған еді. Бірақ Азамат қыздың өзінен екеніне күмән келтіреді. Азамат Омаровтың өзінен ақиқатты білейік. Бағдарлама эфирге шыққаннан кейін арада біраз уақыт салып ол ДНК сараптамасын тапсырған болатын. Бүгін біздің студиямызға өзі ақиқатын айту үшін келіп отыр. Сен жүріп отырасың ба? Азамат, Ассалаумалейкум. осындай жағдайда өзіңмен танысамыз деп кім ойлапты? Тағы да нақтылау үшін қайталап сұрақтарымды қояйын. Сенің әкең Марат Омаров па? Иә, әрине. Жасың нешеде? 34-те. Тұрақты жұмысың бар ма? Иә, қазір кіші кәсібім бар. Бизнесменсің? Енді кішігірім деген сияқты. Немен айналысасың жалпы өзің? Жалпы енді өзім кіші қазір жұмыс істеп жүрген Астанадам бір жылдың көлемінде болады, Құдай бұйырса. Сол жақта өзім кіші кәсібім бар, сосын футбольный тренермін дополнительно. Тренер? Тренер. Өзің балаларды тәрбиелейсің Я ғой? тренирую, да, детей. Я вообще сам
балаларға жақын негіз білмеймін. Ну, қазір айтып беремін мен свою ситуацию. Басың бос па? Ну, после этих проблем сейчас немножко не могу. Ну, я вообще сам привык свою личную жизнь сам решать. Но то, что вот это все превратилось в такую амал жоқтан. Енді шын айтсам, біреуді жақтау үшін, болмаса, өзімді жақтау үшін, біреулерді жамандау үшін келген жоқпын. Мынау кішкентай көзайымның болашағы үшін келіп отыр, мен шын айтқанда, былай қарағанша. Потому что это сама ситуация. Камшатты танисың ғой? Мен Камшатты танимын, негізі мен... Адал қыз ба, өтірікші? Жоқ, ол жақсы қыз негізі. Мен ондай, бірақ бір шарапты ішінде бір оқуға, енді болды, бәріміз адам баласы. Мен одан қашқанда жоқ. Енді ары қарай не болғанын Камшаттың аузынан естейікші, экранға назар аударсаңыздар. Төсекке біз келісіммен болдық. Алам сондай. Жақсы көремін сені деп. Азаматқа дейін етегін көтерілген бе еді? Жоқ, мен таза болғам. Демек, пәктігіңді алған сол? Азамат оны өзі де біледі. Астарлы ақиқатта Камшат қалай құлай ғашық болған баяндап берді. Айтуынша, Азамат Омаров қиыннан қиыстырып сөйлейтін нағыз ер данасы. Аңғал қызға уәдені үйіп төккен. Құман уәдені беріп тастап кеткен. Сонда қандай уәде беріп еді? Алам, Алматыда, Чимкентте 2 той жасаймыз. Мен сені жақсы көремін деп. Айтқан сөздері көп. Мен сендім. Енді ойладым бір жаны. Жасы да менен үлкен, 12 жас. Енді мен бұлай тастайды деген не демесім деп. Өзімді солай ішімнен. Бұл мені тастамайды, үлкен ғой, жас жігіт емес, ойланатын шығар деп солай ойладым өзім. Қорғанбау, ол сенің әлде оның ұсынысы ма? Оның. Мен ондай. Сен ондай еш нәрседен қорықпа, мен сені тастамаймын деді. Бұл махаббат хикаясы Камшат жүкті болғаннан кейін кенет аяқталады. Зар илеген жас ананың сөзіне сенсек, ғашығының құрсақ көтергенін естіген Азамат Омаров ұшты күйлі жоғалған, тіпті телефонға да жауап бермейтін көрінеді. Астарлы ақиқатқа келуіңе не түрткі, не себеп болды? Мен уже қанша жазым, мен не істеймін, қайда барам, мен сіз жауап берсеңізші маған. Мен оған даже былай айтқан кезімде болды. Мен алдырып тастайын ба, не істейін? Ешқандай жауап берген жоқ. Ана мен бала үйіне кетейін деп жатырмын мен дедім, оған да жауап берген жоқ. Кесірімді тигізгім келген жоқ, ешқандай жақындарына, туыстарына күттім, осы уақытқа дейін күттім. Жақында да жаз жердім. Мен болмаса, осындай астарлы ақиқатқа шығам. Не істейсіз? Жауап бермейді, оқып отыра береді. Азамат, енді еркекше маған жауап берсең, е? Енді мен өзім еркекше Камшатты біле тұра, сол енді... ақпараттарға байланысты. Мен алдымен сұрағымды қояйын, одан кейін сен толық өзіңнің жауабыңды бересің. Жарайды ғой, е? Сонымен Камшаттың айтуынша, оған үйленем деп уәде бергенің рас па? Жоқ, ондай... Шымкентте бір емес, 2 той жасаймын депсің. Жоқ, мен өнімді білем, ондай айтпаймын. Ондай айтқан да жоқ. Айтқан жоқпын дейсің ғой, е? Саған дейін етегің көтерілмеген еді, рас па? Оны есімде жоқ, шын айтқанда. Оны не могу подтвердить. Қалай, еркектер шын мәнінде мән береді ғой? Сонда әйел қалпына түсірген осы. Азамат, неге қорғанбадыңдар? Жарайды, үлкен біз ғой. Мен ондай ойда болған жоқ, шын айтқанда. Бір ойдың... Енді кішкене... Өзі бір қарындасы сияқты болып жүрді да енді, сөзін шыны керек. Өзі үндемейді, ондай бір жаман қыз деп айтамаймын мен оны. Ол негізі жақсы қыз, былай өзі сыпайы жаңа үйді жинап, шайымызды қойып, сізге төсек салып берейін ба деп, өз ар жақтан төсек салып, сөйтіп қаралып, бүйтіп жүрген шақтар. Ұнады? Жоқ, маған ұнағанда мен оған ондай әсер айтқан жоқ, бірақ мүмкін шай қойғанда, мынау нағыз келін болатын қыз деп айтқан да шығармыз, жаңа балаларды өйлендік, бірақ ондай мен оған үйленем, болмаса битеміз, сөйтеміз деп онда айтамаймын. Азамат, енді қазіргі таңда әлеуметтік желіде дау болып жатқан бір мәселе бар, ол бриллианттар туралы. Бриллиант түгіл гүл де сыйламады деп жатыр. Жалпы қалай сындырдың сонда? Жоқ, оны білмеймін. Негізі... Айтма ғой, ренжіме, мен жасым үлкен, сені гүл сыйламаған ма, қыдыртпаған ма деп. Мен енді бұл қызбен танымайын да білмеймін деді, шын айтса. Туған күнде мен көрдім деп жазып қойыпсың ғой постыңа. Мен сен көрген жоқпын, туған күнге барған емес. Білмеймін. Жоқ, бұл жерде ұлжанше, үлкен жігітсің ғой сен. Қалай жап-жас қызың тағдырын ойламадың? Ол келіншек емес, күйеуден ажырасқан келіншек болса, сен жарып тұрып кетсен болады. Қыз ғой ол.
иә, ол енді білмеймін, біз енді сол күні кішкене шарап ішкен болды мәселе. Бірақ мен оны бір қинап болмаса, бір өзі спайын бүйтіп көрсетіп жүрді, мен енді білмеймін, такое этот. Қыздың өзі айтып отыр ғой, келсін, екі жақтан. Мен оған тиіскен жоқпыз. Өзім төсек, ол бірақ расынан өз сізге төсек салып берейін ба, сізге бүйтейін ба деп өзі. Қыздың өзі екен деп тұрса. Мен оны жаман деп жатқан жоқпын, бірақ сөйтіп өзі Азамат, мен сіз деп шын араласып айтқан жүрді. кезде түсінбей тұрғаным, Кәмшаттың айтуынша бір 2 айдай кездескенсіз. Жоқ, мен Байдостың сол туған күннен кейін үйінде вот мен санадым, жаңа інілері бар, үйде әдік, жаңа қасында Бір реттен кейін бірден көтеріп қалған ба? Жоқ, мен 3 рет болдым, бірақ 2 рет біз ондай қарым-қатынаста болған жоқпыз. Бірақ рет болдық, ең соңғы рет. Дәрілер туралы мінекей сарапшыларымызда қойып жатыр. Дәрілер болғанда мен дәрілер айтқан жоқпын, бірақ айттым, ол мүмкін емес, ол мүмкін емес деп айттым. Өйткені, мен басында бұлай деп ойладым. Бір ойын ба бұл, бір қызық жаңа, я Азамат там ребенок деген сияқты. Мен оны түсінбей қалдым. Өйткені еще WhatsApp-тан жазады. Мен біреу звондап, мен әпкесімін, сестрасымын, мамасымын десе, бір звонок жасса, неге қызын алып үйге келмейді? Ондай жоқ, мен WhatsApp-тан жазған соң, мен бұны бір ойын, қаншама группа бар, қаншама анау статустар бар, содан бір сондай ма деп ойладым, сразу перезвонил, скажем, мен бұлнай ойынды қойындар, онда ойнамайды. Болды, сонымен ешкім звондаған жоқ, енді болған сәтім рас. Бірақ ол қайда қыз, 2 жыл қайда жүр, мен білмеймін ғой. Біздің редакторлар Байдос тұрған жатақхананы тапқан екен. Экранға назар аударсақ. Осы общагада тұрған болатын олар. Кәмшат деген қыз. Соңген оның апайы, міне Ұлжан деген қыз тұрған болатын. Атын білмейін деп бұл суретін көрсеңіз айтуы мүмкін. Аха, міне на қыздарымыз. Бұл екеуі Байдос пен Динараның екеуінің үйінде тұрған болатын. Олар бірге тұрған. Көрмеген. Мына үйде сіз тұрып жатқаныңызға қанша уақыт болды? Біздің тұрып жатқанына мамамдар 3 жылдай ма болды? 3 жылдай ма? Ал ана Байдос, Динара деген кісілер қай үйде тұрып еді? Осы жерде тұрып еді, оның алдында тұрған кісілерін танисыз ба? Жоқ, танымаймыз. Жоқ, танымаймыз. Бұл жерде ішкіп араласып көрді. Бұндай емес шығар. Байдос. Көршілерінің айтуынша, Байдос, сенің тұрған шаңырағың осы ма? Осы жерде болған ба? Дәл осы жер, осы общага. Мен аз тұрған осы общага, осы жер. Осы бөлме? Иә, осы бөлме, 2 бөлме. Бір есік бар жерде Байдостар жататын, мына бөлме. Жәл біз Кәмшат екенбіз, сол қызыммен жатып жүретінбіз. Мен жайлы кет қаламда, ол Кәмшат қалып қалады. Сонда бір бөлмеде сен өзіңнің әйеліңмен, екінші бөлмеде Азамат. 2 бөлме. Бәрін біледі екенсіз ғой, жазып жүрдіңіз бе? Сүріп жүрдіңіз бе? Маған Кәмшат айтады. Сіз көрген сияқты айтып жатырсыз. Иә, мен сол үйде тұрғанмын ғой. Тұрғанмын сол үйде. Бір етектер бар ғой, не қыласың? Қызды құрып кетсінші. Мен шын айтқанда, өзімде өміріме бұл сабақ болды. Менде ондай бір... Азамат, сонымен біздің көрсеткен жеріміз сол жерде ме бәрі болған? Я, бірақ ондай енді емес, енді үй көрпелер әдемі, қазақи. Таза болып дейсің ғой, таза. Мен санитарлық ережелерге қараймын дейсің ғой. Қыздарымыз бен жігіттеріміз отыр. Жаңа мұна жерде біздің сарапшы журналистіміз айтып жатыр, талғамың қайда деп. Жоқ, әңгіме онда емес, Кәмшат керемет қыз. Қол шапалақтап қояқшы, керемет. Нағыз қазақтың кәдімгі жақсы бір бейкүнә бір жақсы қыз. Айтатыны жоқ, енді алданып қалған шығар, жас болған шығар. Азаматты да бүгін көріп отырмын. Азамат та керемет, жаңағы сөзін бәрін көріп отырсыздар ғой. Бұл жерде менің көріп отқаным Байдостікі дұрыс емес. Байдос сенікі дұрыс емес. Сенің айтқан өтірігің, мысалға, анандай деп, со досыңды қалай солай айтуға аузың барды. Ол дұрыс емес. Енді жарайды, досың айтпаған шығар. Енді өзіңе мәлім болды, белгілі болды бәрі. Ол 31 январь болды, мына февральдің. Әшей суретке қарап жүре бермей, осыны шешу керек, осындай жағдайға жеткізбеу керек. Насаңызшы енді.
менде ол қыздың қандай информация? Мен тыңдап отырмын әңгімеңді. 2 жыл Тек қана болған, анау осы мынау дей бересіз. болғанына. Сол уақытта енді белгілі болғаннан кейін қимылдау керек қой. Жазып келе Кішкене қызбен жатқанда, сурет сөйлесіп, жіберіп келе жатқанда. мынау рас па, бар может тексерейік. Мүмкін мен қателесіп қалған шығармын. Тыңдасаңшы, енді оған дейін маған бір телефон шалуға бола ма? Маған 31 январда қызым бірге толып деп WhatsApp-тан сурет жіберді. Болды, мен бір суреттен жақсы, сен содан кейін белгілі болғаннан кейін қызбен сөйлесіп, басын ашпайсың ба, сен танымайтын қыз емес қой ол саған келіп сурет жіберіп жатқан. Қызбен кездестім деп отырсың. Енді соны айтып отырмын ғой, мен айттым ғой, Кәмшатқа айт дедім. Сен баруың керек қызбен. Барып может тексерілуің керек. Кездесем дедім. Мынандай бағдарлама шыққаннан кейін барып сен қимылдау керек қой. Оған кішкене келмес еді бұл есімді программаға. айтесің менің. Сіз маған сөйлеп жатсыз, қалай мен Есімі Тілеужан. Тілеужан, Тілеужан, тыңдаңыз. Мен білген сайын 31 январда маған сурет жіберді. Міне қызым бірге толды деген. Мен сол моментте, мен Астанада жұмыстамын өзім. Білмейсіз мен қайда жұмыс істерімді. Ол мәселе ода емес. Мен Астана Алматыға келе салып, Байдоспен хабарластым. Көзайымның туған күні қашан болып тұр? 27-сі енді мен WhatsApp-тан сонда. Не? Дұрыс па? 27 январ. Иә, сол 31-де маған суреттер келді. Осылай туған. Мен енді бәріміз адам баласымыз. 27-сі күні жіберді суретті. Камшат Таубай құлай сүйген ғашығы Азамат Омаровпен кездескісі келе ме? Қолымен істегенін мойнымен көтерсін. Редакциямыздан көмек сұраған Камшат Таубай танымал композитордың немересін некесіз дүниеге алып келдім дейді. Алайда Азамат Омаров көзайым өзінің қызы екеніне күмәнмен қарайды. Ол тіпті махаббат хикаясына жақын досының қатысы бар екеніне және күдіктенетінін айтты. Ақиқат ДНК сараптамасының нәтижесінен кейін ғана анықталмақ. Аз уақыттан кейін. Ендеше, менің ойымша тап осы мезетте біз барлық сұрақтарымызды Камшаттың өзіне қойып, өзінен ақиқатты білуіміз керек. Ендеше студиямызға Камшат Таубайды шақырамын. Камшат, сәлеметсің бе? Арада біраз уақыт өтіп, біздің осы студияда айтылған кеңестерімізге құлақ тұрып, өзің өзгергенсің. Әдем болып кеткен. Өзгерген ғой? Әдемі қыз өзі. Азамат, танып тұрсың ба? Иә, Камшат. Кім біздің студиямызға кіріп келген? Камшат қойды. Иә, танып тұрмын. Көргеніңе қуаныштысың ба? Бір-бірлеріңді көргендеріңе қуаныштысыңдар ма? Шын айтқанда мен де қазір басқа сезімде тұрмын. Өйткені бұл жағдайдың бәрі мен әкеме, анама, мен семьяма, өзіме, жұмысыма үлкен әсер әкелді. Сондықтан кішкене әлі дұрыс өзімді... Мен сені түсінемін, бірақ Камшаттың да өміріне шын айтқан кезде әсер етіп жатыр. Солай ғой? Сондай, иә. Енді сондықтан не деймін? Камшат, саған қандай кері әсерін тигізді? Осы шу көтерілгеннен кейін өзің шын айтқан кезде бекер келдім екен-ау деп ойланып қалған жоқсың ба? Айтты бәрін көтеріп отқан мен ғой негізі. Иә, мен тигізгім келген жоқ. Зарина әпкеге, оның папасына, мамасына ешқандай кесірім тигізгім келген жоқ. Бірақ енді әпкем осылай жүре бересің ба, ол да жүр ғой үндемей, не істейсің деді. Сосын мен Байдосқа хабарластым. Осындай астарлы ақиқатқа барам десем, иә бар. Мүмкін ондай жағдай болмаса бұл қозғалмайтын шығар. Сен бар деді. Ол записте де бар, Байдоста. Байдос айтты ма? Байдос өзі солай айтты. Қимылдамайтын шығар, может, ол может, ол қимылдамайды. Осысын айтты. 3 рет кездесім. Записті жіберген негізінде осылар. Сонда қалай Байдос? Досың айтқаннан астарлы ақиқатқа барып айт дедің ба? Мен шын айтам, біздің редакциямызда сіз жұмыс істемейсіз. Айтты, солай айтты. Ол қимылдамайды, сендер барыңдар солай. Мен бір айтсам бола ма? Байдос қазір өз өтірігіне өзі уланып отыр. Мен қарап естіп отырмын да бағаның сөзін шыққанша. Өз өтірігіне өзі уланып отыр. Не айтарын білмейді. Біресе былай, біресе былай. Кім Камшат, сонда мен саған қанша уақыттан бері істеген жақсылығың бәрі осылай болды ма не? Сен маған не жақсылық қалада келдің ғой сен, қалаға келдің, үйінде тұрғыздым. Маған үлкен жақсылық. Камшат, мен саған еще Динара айтып саған, Камшат жүр үйіне мамасын апарайық, айтты ма? Айтты ма айтсай? Бұл жерде ше, Ұлжан, бір ғана қателігіңді әпкесі ретінде екі қабат кезінде қолынан жетектеп алып
Марат Омар таппасаң таппай кетті. Азамат таппасаң. Заринаны тауып ал. Екі бала анасың ғой, Зарина қазақтың қызысың ғой. Құдай деген қызсың ғой, бағуың керек. Мен алып бар десем, мен қашып кетсем өзі аяқ болады, сен қашып кеттің сол кезде деп. Жоқ, қымбат сарапшылар, Камшат, менің шын айтқан кезде түсінбейтін. Жарайды, егер Байдос өтірік айтты десек, оған не қажеті бар өтірік айту? Сенің бұл жерде не қатысың бар? Камшат, жауап бере аласың ба? Екеуіңді төсектестірген ол емес шығар енді. Екеуміздің көңілімізде қимайтын сияқты. Маған осыдан передача шыққан күні ертесі үйге келді әйелімен, сөйтті да маған айтты. Камшат, сен ренжіме, мен бірақ азаматтың сөзін сөйлеймін, мен оның досымын. И так менің позорым шықты деді олардың алдында. Мен бірақ енді солардың сөзін сөйлеймін деді. Мен енді өзің білесің, бірақ мен ешқандай өтірік айтпаймын, шындығымды айтам дедім. Маған ешқандай өтірік керек емес дедім. Бізге де тек қана шындық керек. Шындық демекші, азаматтың айтуынша, көзайымның дүниеге келгенін мен тек қана ол 1 жасқа толғанда білдім деп жатыр. Жоқ. Шын мәнінде мен айттым ғой. Маған звондады, жаңа біз сөйлестік деп айттым ғой. Осындай қызын бірге толды. Жаңа угрозалар, сен оңбағансың, ұрығын туды жазғандар болды. Мен блокирую сразу. Ал Камшаттың өзін мен блокқа тастаған жоқпын, өйткені непонятная ситуация была. Мен бірақ бірінші айттым оған, звондасып айттым, ол мүмкін емес. Мен сөйтіп. Сосын жоқ болды. Сосын уже ноябрьде и январьда жаңа көптеген қызын бірге толды. Азамат, мен сені естідім. Камшат. Өйткені біздің студиямызға келген кезінде Камшат бізге мүлдем басқа ақпаратты берген болатын. Жүктілік туралы да айтты, ана үйінде тұрған. Жоқ, ол үйде тұрған жоқпын. Мен аяғым ауыр болып қалған кезде, мен бұл кісіге жаздым. Мен не істейін, аяғым ауыр болып қалды дегенде, мен мүмкін емес ол, мен ұрғы өлтіретін дәрі ішіп алдым деді. Одан кейін уже маған жауап берген жоқ. Маған звондайын десем, бұл номер 20-50-де тұра ма, бірдеңе өшірулі дей береді. А мен оған қалай звондаймын? WhatsApp-тан жазудан басқа менде амал болған жоқ. Азаматтың телефоны ағаң айтып отыр, бір-ақ рет кездестім өмірімде, ішіп алып дейді онда. Жоқ. Сен айттың 4 рет кездестім дедім. Жоқ, январдан былай мен жүкті болғаныма дейін есептедім ғой. Мен үйге кеп жүрді. Бір күнде 2 рет келетінсіз. Неге көзіңіз бақырайтасыз? Шындықты айтсаңызшы одан да. Бұл қазір мен, Камшат, сен өзің білесің. Байдостың үйіне кешкісін максимум 3 рет мен қонақ болып келермін. Истос саған емес, тыңда. Қалай максимум 3 рет? Жарайды, тыңдайыншы. Бар ма сенде басқа ақпараттар сол туралы? Мен қалай енді 2 жылдан бері... Мен де, мысалы, мен өзім, менде сояқта кім бар? Айдон інілері бар, бәріміз бүйтіп жатып. Сен өзің, біз көп сөйлеспеуші едік, сен шай қойып үйде, сөйтіп өзің жинап, жаңа төсек салып бер, сіз деп сөйлейтінсің. Өте, мен білмеймін, Байдос, сосын кафе ашам деп, біз әңгіме ретінде жаңа, Байдос, сен бір жұмыс бастамайсың, мына жұмыс өзі не еді ол кезде жұмысын, мен бір кафе ашып, мен біздікі енді талқылап. Азамат, мен сені түсіндім. Сенің де туысың бар, сенің де ата-анаң бар, Камшаттың да ата-анасы бар, оның да туысы бар. Мен сол моментте, сол жаңа өтірікті соған... Сонымен мен түсіндім, сен айттың, 3 рет болдым, 3 рет көрдім деп жатырсың. Жоқ, мен үйге 3 рет жаңа қонақ болып бардық, бірақ тыңдасаңшы мына. 3 рет барғанда Байдос үйіне шақырады, қонақ болып барам, бірақ ондай қарым-қатынаста болған жоқ. Біз қарындас ретінде болдық. 3-ші рет па, жаңағы біздің оқығамыз осындай болды. Содан кейін біз бір-бірімізді көрген жоқпыз, көріп тұрғаным осы. 3 рет көрдім, 1 рет болдым. Болды, сол ғана. Түсінікті. Камшаттың айтылғанын тыңдай. Ол үйге көп келетін. Ал біз Байдос інілері бар дейді. Ол інілер Байдос сен темірде істейтінен ғой білесің ба? Сол темірге інілерін жібер жересін қарап жатыңдар деп. Олар темір қабылдайтын. Сен сөйлей алмай отырсың ғой Байдос. Жоқ, ол причем үйде от болатын ғой үйде еді олар. Үйде болмайды. Именно үйде болмайды олар. Олар темірде қонады. Енді Камшат темірдің басында жатыр. Байдос жоқ, басында жоқ. Сонда түнде Азамат сен жеке жатырсың ғой енді, әпкен кетіп қалды. Со жаққа келіп тұра ма күніге? 4 ай бойы келіп тұрды ма тұрақтан? Келеді ол күніге, бір күнде 2 рет келетін. Жоқ, бұл өтірік. Азанда қарасаңшы, міне Құдай ақы, мен айтайын. Сіз азанда кетіп баратып, менің маңлайымнан сүйіп, кешке дейін энергия кететінсіз. Сен мына
әкесі де, Камшат өзің де, аналарың да, ана кішкентай баланың болашағын ойлаңдаршы. Келе алмайды ғой. Мен ойлап отырмын ғой. Соны ойлап біз бұл мәселеде ақиқатқа кеткенде жете алмайтын сияқтымыз. Өкінішке қарай уақыттың тығыздығына байланысты біз бағдарламамызды қазір аяқтауға мәжбүрміз. Көңілде қалған күдікті селтетін ДНК сараптамасы ғана оның нәтижесін міндетті түрде ертеңгі бағдарламада білетін боламыз. Аман сау болыңыздар, жүздескенше.